Елуге жасы келгенде, көзімді ашпай дүниеден өтемін бе дегенде, сонда көрген арыстан бір ұл бір қыз атадан, қыздың аты Қарлығаш, Қобыландыға қарындас. Құртқаға деген өзінің махаббатын жеткізе білді. Елдегі ұрланған малдарын осы кедей кепшіліктерге таратты. Және де менде осы Қобыланды батыр жырындағы Қобыланды сияқты менде өзімнің елімнің мақтанышы болғым келеді. Бұл біздерді ұстаздар қауымын әсіресе соншында әдебиет пәні мұғалімдерін ерекше қуантады. Себебі оқушының әдебиетке, жырға, ауыз әдебиетіне деген қызығушылығын оятады. Сонымен бірге оқушылардың жыр жаттау мәнері сол Қобыланды батыр жырының мазмұны арқылы елін сүю, отанын сүю. Қазіргі оқушы жаңа 132 бетті Қобыланды батыр жырын жаттаған оқушы, мысалы бүкіл республика бойынша жаттап жатыр, иә? Сонда қаншама оқушы жаттап жатыр. Оның ішінде енді сол тұлпар мініп туалған ең үздіктердің үздігі ғана жеңіске жетеді ғой. Ал енді басқа жаттаған оқушыларда ештеңе жоғалтады деп ойламаймын. Ертең болашақта олар өздерінің ұрпақтарына осы жырды жатқайтып бермесіне кімге бір. Ол өзінің ұрпақтарына, оның ұрпақтары оның ұрпақтарына осылай жалғасын тауып жаңағы кетеді деген ойдамыз. Батырлар жыры бұл бабаларымыздың ерекше қастерлеп, ұрпақтарымыз келешекте болашақта бойына сіңірсін деп қалдырған мол мұраларының бірі. Әрине, батырлар жырын жаттаған, батырлар жырының ішіндегі ерлікті, жерді қорғау, оның ішінде бабаларымыз ұрпақтарын батырлыққа тәрбиелеу сияқты үлкен мәні бар, мағынасы бар тәрбиелер бұл батырлар жырының ішінде әбден толық бойына сіңіріп, келешек болашақ ұрпаққа осындай үлгі қалдырылар үлкен іс. Әрине бұны жаттаған бала келешекте өзінің өміріне де, келешекте өзінің ұрпағына, келешекте өзінің еліне қызмет ететін осындай өскелең ұрпаққа мол із қалдырар сөзсіз.